Сәлем достар, сіздермен бірге мен Атитока достар. Бүгін бізде новый серия, тақырыбы хоккеист қыз, бірінші бөлім. Және достар, сіздерге бұл серия ұнайды деп ойлаймын. Ұнатса менің еңбегімді бағалап, лайк басып, арнама тіркеліп, колокольчик басып кетіңіздер. Және достар, бұл хоккей маған өзіме қатты ұнайды. Менің ең сүйікті спортым бұл хоккей деген. Және кішкене солай мен өзім ұнатқаным үшін мен осылай түсірейін деп шештім. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ендеше біз тезірек сериалымызды созбай бастаймыз. Кеттік. Так, жазайын енді. Бірақ не деп жазайын мен білмеймін да ғой. Мүмкін баскетбол или жоқ. Не істеп жатсың? Неге мұны айтып тұрсың? Ой, жоқ, үй жұмысын жасай алмай жатырмын. Неге? Қуасың ба? Сен деген 5-ші сынып емессің бе? Қалай жасай алмайсың? Жоқ, мен енді просто не жазарымды білмей жатырмын. Қай сабақ бұл? Қазақ тілі ғой. Қазақ тілі сенің сүйікті сабағың емес па? Білмеймін, мен жасай алмай тұрмын. Қайсы, не берді үйге? Бізге просто сүйікті спорттарын туралы шығарма жазуға келді. Берді. Ендеше оңай ғой, өзің қандай спорт жақсы көресің? Мен білмеймін, маған ешқандай спорт ұнамайды, және мен өзімді білмеймін. Қалай екенін, қандай спорт таңдасам екен білмеймін мен. Таңдасаңшы айтпеші, құр бос жүрген қызық емес қой? Білмеймін енді. Мүмкін өзің қандай спорт ұнайды, айтшы? Негізі волейбол ұнайды. Волейбол, менен қайталап па? Жоқ, сіз волейбол қатысасыз, мен сізге қызық кетем, бірақ мен өзім ойнай алмаймын волейбол. Мүмкін карате. Сен карате қатысып едің ғой бұрында? Жоқ, ол маған ұнамайды. Баскетбол ше? Оны ойнай алмаймын. Той, енді мен білмеймін, тоқта. Қашан, ертең бола ма қазақ тілдерін? Я, болады. Жарайды, тоқташы. Жүр, мамамен, папамен бағымыз ақылдасып істейік. Жүр. Жүрсенші. Я баратырмын қас. Қой салайыншы. Жүрші енді. Я, міне баратырмын ғой. Мама, папа, не болды қыздар? Сол ғой, не болды? Бізде мына қыз деген айерке, яғни өзін қазақ тілі үй жұмысын жасай алмай жатыр. Не үшін? Мен білмеймін. Қазақ тілі сүйікті сабағың емес пе? Я, білем, бірақ не жазатынды білмей жатырмын. Бұл сүйікті спорттан шығарма жазуға беріпті да, ал бұл білмейді қандай спорт жақсы көретінін. Ойыннан құрастырып жасамайсың ба? Жоқ, мен білмеймін ғой. Қалай? Ой, мам, қатырасыз қайдағы ойдан шығарып. Салима, онда сен басқа жерлерді көрсетсейші. Басқа жерлерге апарып көрсет. Қайсын таңдайтын өзі шешсін. Жақсы. Бүгін что-то күн суық, қалың киініп шығыңдар. Жақсы. Жүр. Мысық алып кетеміз ба? Ал кетпей қойықшы. Жарайды. Ал бұл ше? Билеу ма? Бұл спорт па өзі? Спорт па, спорт емес па, білмеймін, бірақ та мне кажется, жататын сияқты. Ой, жоқ, мен билеу білмеймін ғой, маған ұнамайды билеген. Мен билей алмаймын, онша күшті. Ой, ладно, жүр кеттік, басқасына көрсетем. Ал баскетбол ше? Фуй, неместе ойнап жатыр мыналар? Ұнамай тұр ма? Я. Ладно, жүрші. Гол салды, қара. Сонша ұрған несі? Ақын ұрсыш. Күшті болатыр. Несі күшті? Футболды ұнамай ма? Ежуғайын, мен ұл емеспін ғой футбол ойнайтын. Ұлдар ғана ойнайды деп кім айтты саған? Ой, мен таппай жатырмын өзімдікі. Қойшы болды, ежумышын жасамай қойыншы. Или бармай қойын. Жынды жасамаған несі? Футболды ұнамады ма? Жарайды, жүр, соңғысын апарам, болды. Окей.
мұздап кетті. Мына жақ не деген суық. Несі суық? Гол салды, прикинь. Қара гол салды. Вау, бұлар өте күшті ойнайды ғой хоккейді. Бұл спорт ұнады ма? Я, бұл өте күшті ғой. Мен де ойнағым келеді. Мұздап қалдым мен. Маған өте қатты осы спорт ұнап қалды, хоккей. Үйге қайтайықшы тез. Жарайды, жүр кеттік. О, кепсіңдер ғой. Қандай таңдадым, қызым? Мен хоккей таңдадым. Ой, молодец. Мен де кішкентай кезімде хоккейге қатысадым. Мен саған сосын үйретем ғой қалай ойнайтын. Мен қатты мұздап, қатты шаршап кеттім. Мен барып ұйықтайыншы. А то мен қазір вообще не істейтін жоқ. Қызым, мысыққа тамақ бере сал. Тыңдамай кетіп қалды ма? Ладно, сен қызым бере салшы. Ой, мен білмеймін ғой қалай беретін. Ой, білесің, ананы аласың. Сосын саласың ғой. Ой, ладно, жүр кеттік. Өте дұрыс болыпты хоккей таңдаған. Өзің үйретесің ғой, енді өзіңді қатыстырасың соған. Я өзім қатыстырам, не ол сонша? Мен ұйықтаймын, мен шаршадым. Киіміңді мен жинайын ба енді? Өзің жинама. Мен жинамайым. Мен де сұрайыншы киімді. Мен... Так, қазір мен неге? Мынаны киім, бағана киінгенімді. Ладно, мынаны да жинай салайыншы. Все. Сен тамағыңды бердің ғой, бар да ішсейші. Ал енді мен үй жұмысымды жасайын. Кеш батқан соң. Мен тұрдым. Мен әлі ұйқым қайтқан жоқ онша. Сен әлі жасап отырсың ба үй жұмысын? Жоқ. Бағана жасап қойғам. Қайта оқи бергім келеді. Жақсы жазыпсың ба? Әкеш оқиыншы. Қойшы. Оқымай қойшы. Мен сумкамды жинайын. То не болды, қара оқиын дедік қой. Ну ладно, қазір тез ужинымызды ішіп сосын ұйықтайық. Барып мен тамақ жасайын енді. Ал жақсылап тамақтарын ішіп алыңдар. Иә, тамақ өте дәмді болған сияқты ғой. Араластырдың ба өзі? Я араластырдым. Жақсы. Қызым, сен өте қатты қуанып жатқан шығарсың. Я өзімнің наконец-то спортымды таптым. Молодец, ертең барып сабағынан кел, содан кейін сені қатыстырып көрем соған. Жүктеп барлығын, сосын сен ойнай берсең болады. Рахмет, пап, сіз өте күштісіз ғой. Рахмет. Мен болдым. Қызым, тамағын ішкен жоқсың ғой? Жоқ, мен барып ұйықтаймын. Хотя бы шығып кетсінші. Жарайды, все. Қайырлы түн, жаным. Жақсы, мен барып ұйықтайын. Ертең тезірек шығармамды оқып бергім кеп тұр барлығына. Жақсы, бара ғой, бұл ұйықтай. Мен айтпақшы, ертең сабаққа бармай қойсам бола ма? Не үшін, қызым? Мен енді волейболыма қатысуым керек, ертең жарыс болады. Енді білмеймін, қызым, уже сабаққа барма көп болды ғой. Жоқ, мен волейболыма жарыс қой, енді мен бірінші орын алып келе жатырмын. Жақсы, соңғы айтқаны. Жақсы, рахмет. Қайырлы түн, мен ұйықтаймын бар. Қайырлы түн. Күйімізде шектестес. Жүр кеттік. Жарайды, мен де болдым, тамақ ішкім келіп тұрған жоқ онша. Мына ыдыстарды мен жуам ба енді? Мына, жей салайыншы. Қазір ыдыстарды жуып ұйықтамасам. Бүгінгі күн өте күшті өтті. Ал менің ең шаршаған күнім болды ғой. Ладно, ұйықташы сіз. Я ұйықтаймын, не болды? Айтпақшы, келе ғой. Кеш екеуміз ұйықтайықшы. Қашан болды уже екеуміз ұйықтамаған? Достар, осымен біздің сериалымыз аяқталды.
бірінші бөлімі яғни. Екінші бөлімін ертең салатын боламын. Ендеше сау болыңыздар.